Жүктілік кезінде қандай дәрумендер және де минералдар ішу қажет? Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңды Ақжүніс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог және де косметолог дәрігермін. Біз бүгінгі тақырыпта осы жүктілік кезінде қандай дәрумендерді және де минералдарды міндетті түрде ішу қажет, соны талқылайтын боламыз. Сондықтан менің осындай пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін алдымен менің каналыма тіркеле кетіңіздер және де пайдалы ақпараттарды осыларды соңына дейін тыңдап, ұнаса лайк басып, және де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Мүмкіндігінше сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де өздеріңіздің құрбы келіншектеріңізбен, жүкті әйелдермен бөліссеңіздер де болады. Ал кеттік. Жалпы жүктілік кезіндегі номер 1 ең бірінші витамин бұл фолий қышқылы. Негізі менің каналымда жалпы фолий қышқылы туралы бөлек видео бар. Соны да тыңдасаңыздар болады қосымша, бірақ мен бұл жерде қазір сіздерге айтып кетуге тырысамын, хотя бы қысқаша болса да. Сонымен қатар астына сілтемесін де қойып кетемін осы өзімнің жеке айтылған видеоларым туралы. Енді кеттік, қараңыздар. Мен де қазір өзім ішіп жүрген фолий қышқылының мынау натуральный формасы 5 метил тетрагидрофолат деген, бұл Jarrow Formulas деген фирманың iHerb-тан алынған витамин. Енді қараңыздар, жалпы фолий қышқылын не үшін идеалды жағдайда жүктілікке дейін, то есть сіз егер жүктілікті жоспарлап жүрген болсаңыз, жүкті болмай тұрып ішіп бастау қажет. Оның белгілі бір себебі болады, қыздар, бостан-бос жүкті болмай тұрып ішіңдер деп айтпайды ғой. Оның себебі, мысал, ұрық бойымызға біткен кезде, яғни ананың жатырына біткен кезде, баланың бірінші миы және де жүйке жүйесі, нерв, солар ең бірінші дамиды. Яғни олардың дамуы уже 6-шы және де 7-ші аптада уже аяқталып қалады. Және де сол моментте қандай да бір нерв жүйесінің ақауы, нерв түтігінің қандай да бір патологиясы, сондай болмас үшін, дефект нервный трубки деп айтады. Сол болмас үшін, себебі онда жиі кездеседі, егер әйелдің ағзасында фолий қышқылы аз болатын болса, немесе жетіспейтін болса, немесе туған туысқандарында, өзінің тұқымында, алдыңғы жүктіліктерде осындай нерв жүйесінің ақауымен бала туылған болатын болса, міндетті түрде ішу қажет, жүктілікке дейін. Егер сіз қаныңызда ол жеткілікті дәрежеде болатын болса, осындай патология болмайды. Яғни сіздің организміңізде фолий қышқылы сол сіздің бойыңыздағы бала 6-7 аптаға дейін дамығанға дейін жеткілікті мөлшерде болу қажет. То есть идеалды жағдайда 3 ай бұрын ішулеріңіз қажет жүктілікке дейін. Содан кейін жүктіліктің 12-ші аптасына дейін жалғастырасыз. То есть ең маңызды кезеңі жүктілікке дейін 3 ай бұрын және де жүктілік кезінде 12 аптаға дейін. Сондықтан жүктілікті жоспарлап жүрген келіншектер уже бастап іше берсеңіздер болады, сіздер жүкті болғанға дейін. Және де көптеген қыз-келіншектерде фолий қышқылын профилактикалық мақсатта іше беріңіздер дейтін себебіміз, көптеген кейбір жүктіліктер спонтанды пайда болады. Яғни кейбір қыз-келіншектер өздерінің жүкті болған білмей қалады. Сол кезде олар уже білген уақыттан бастап хотя бы іше берсеңіздер де болады енді. Но идеалды жағдайда до беременности ішу қажет. Кейбір қыз-келіншектер болады, мысалы өзінің жүкті екендігін 6-7 аптада біледі, 12 аптада біледі. Кейбір қыз-келіншектер даже 16 аптасында біліп жатқан қыз-келіншектер бар. Олар уже фолий қышқылын ішіп үлгермейді, но все-таки іше берсеңіздер де болады. Сондықтан бұл нәрсені ең бірінші жаңағыдай маңызды деп айтсақ болады. Сондықтан номер 1. Және де фолий қышқылын таңдағанда қалай ішесіздер? Жүктілікке дейін және жүктіліктің 12 аптасына дейін 400 микрограмм немесе 800 микрограмм күніне бір реттен ішесіздер. Ал егер сіздің алдыңғы жүктілікте нерв жүйесімен қандай да бір врожденный порокпен туылған балаларыңыз болатын болса, немесе ондай нәрсе тұқымдарыңызда болатын болса, хромосомалық әртүрлі тұқым қуалайтын аурулар болатын болса, ондай жүкті әйелдер үлкен дозировкада ішеді. Ол кезде уже 1 миллиграммнан ішу қажет болады. Мүмкіндігінше аптекалық, егер сіздің жағдайыңыз болмаса, аптекалық фолий қышқылын ішсеңіз болады, бірақ аптекалық фолий қышқыл ол синтетикалық формасы, оның сіңірілуі қиындау болады. Сондықтан мүмкіндігінше iHerb болсын, басқа да әртүрлі профессиональный добавкалар қазіргі уақытта өте көп. Соның ішінде 5 метил тетрагидрофолат деген натуральный формасы бар. Мүмкіндігінше соны алып ішсеңіздер болады. Мен мына жерге сіздерге жақындатып көрсететін боламын. Вот, мынау Jarrow фирмасынікі, кеттік. Бұл номер 1 витамин. Енді келесі витамин бұл бізде
омега-3, жирные кислоты деп айтамыз, немесе рыбий жир деп айтады. Вот, омега-3. Енді қараңыздар, неге омега-3? Оның маңызын мен сіздерге жеке видеода тағы да айтатын боламын. Жалпы омега-3 балық майы не үшін қажет? Бұл баланың ең бірінші іште жатқан ұрықтың миы және де көзі жақсы даму үшін өте қажет. Сонымен қатар баланың, ертең туылатын баланың интеллектуалдық дамуы, есте сақтау қабілетінің жақсы болуы, оның дұрыс өсуі, дамуы, соның барлығы осы омега-3-ге байланысты. Рыбий жир, яғни омега-3-ді таңдаудың өзінің тоже бір ерекшеліктері бар, Себебі қазіргі таңда рынокта өте көптеген омега-3 деген атаумен шығатын неше түрлі ферманың добавкалары өте көп. На самом деле құрамына келіп қарайтын болсақ, оның құрамында бізге қажетті пайдалы полиненасыщенный жирный кислота деп айтамыз, яғни көп қанықпаған май қышқылдары өте аз болып жатады. То есть бізге қажетті мөлшері аз болады. Сондықтан бұл енді маркетинг ретінде, сондықтан оны таңдай білу тоже маңызды. Және де бұл жерде балықтың ауланған жері, және де қай жерден алынғаны бұл балықтың тоже өте маңызды. Енді қараңыздар. Бұл полиненасыщенный жирный кислотаның ішінде жүкті әйелдер үшін өте маңыздысы қайсысы? Яғни осы омега-3-дің құрамында екі қышқыл болады. Экозапентаеновая кислота, EPA деп тұрады ағылшынша, және де докозагексаеновая кислота, DHA деген кислота болады. Сол екеуінің қосындысы болады, қосындысы 1000-1200 мг болған дұрыс. Жүкті әйелдер үшін, бала емізетіндер үшін. Енді қараңыздар. Бұл жерде жүкті әйелдерде және емізетін әйелдерде, кішкентай балаларда EPA, яғни экозапентаеновая кислотаға қарағанда докозагексаеновая кислота, яғни DHA көбірек болғаны дұрыс. Себебі балалардың, ұрықтың миындағы клеткалардың сыртын қаптайтын фосфолипидтердің құрамында осы DHA кислота көбірек болу қажет. Сол кезде оның эффективтілігі жоғары болады, яғни баланың көзі және де миы жақсы дамитын болады. Тоже сетчатка клеткаларында да тоже осы омега-3 өте көп мөлшерде болады. Енді қараңыздар, осы DHA кислотаға өте көп мән беріңіздер. Мысалы, сіздер мынандай балық майын алып, құрамын қарайсыздар. Состав деген жерінде тұрады. Экозапентаеновая кислота және докозагексаеновая кислота. Екеуінің қосындысы. Мысалы, мына жерде екеуін қосатын болсақ, EPA бұл жерде 690 мг, және DHA 260 мг деп тұр. То есть 260 мг бұл жерде өте аз, DHA. Бұл енді балаларға, жүкті әйелдерге арналмаған. Егер сіз жүкті әйел болсаңыз, міндетті түрде составына қараңыз, DHA көбірек болу керек. Бұл міндетті. Және де бұны қалай ішесіздер? Омега-3 жирный кислоты 3 ай ішіп, 1 ай немесе 2 ай демалып, дальше тағы да 3 ай ішсеңіздер болады. Қорықпай, ешқандай да зияны жоқ, бұл міндетті. Келесі витамин. Келесі витамин бұл бізде витамин D3. Көп жағдайларда витамин D3-ді ішпей жатады жүктілік кезінде. Наоборот, керісінше ішу керек. Себебі неге? Біз жүктілік кезінде көп әйелдерге кальций препаратын және де магний препараттарын тағайындаймыз. Белгілі бір көрсеткіштер бойынша, мысалы, жүкті әйелдерде симфизит болуы мүмкін, сонымен қатар не болуы мүмкін? Алдыңғы жүктіліктерінде преэклампсия, эклампсия деген жағдайлар бар, яғни қан қысымының көтерілуі, үстінумен жүретін жағдайлар болған болса, жүктілік кезінде біз әйелде сол нәрсе қайталанбас үшін профилактикалық мақсатта кальций тағайындаймыз. Ал ол кальций сіңу үшін не керек? Ағзада витамин D3 жеткілікті дәрежеде болуы қажет. Витамин D3-дің және де фирмалары, то есть қай жерден ауланғаны білесіздер, витамин D3-дің сол тоже өте маңызды. Тағамдардан бізге алу өте қиын, себебі біз мысалы балықты көп жемейміз, әсіресе Қазақстанның тұрғындары аптасына кемі 2-3 рет жеу қажет. Егер сіздер ондай мүмкіндік болмайтын болса, міндетті түрде осындай добавка түрінде ішкендеріңіз дұрысырақ. Жүкті әйелдерге профилактикалық доза ішуге болады. 5000 единица күніне 1 рет таңертең тамақтан кейін ішесіздер. Бұл майда еритін витамин болғандықтан тамақтан кейін ішу керек, және де өт бөліну керек. Сол кезде ғана витамин D3 жақсы сіңіріледі. Сонымен қатар витамин D3-ді қанда тексерсеңіздер де болады. Кез келген инвиво болсын, Олимп болсын, әртүрлі лабораторияларға барып, қан тапсырасыздар.
ифа тапсырсаңыздар болады осы витаминдіға. И сол жерде нормасы көрсетіліп тұрады. Нормасы 80-100 нанограмм на миллилитр. Егер одан аз болатын болса, сізге емдік дозировканы дәрігер, гинеколог болсын, врач общей практики болсын, сізге нутрициолог болсын, сол тағайындай алады. Міндетті түрде ішулеріңіз қажет. Тоже белгілі бір курстармен ішесіз. Бұны 2 ай ішесіз, немесе 3 ай ішесіз, потом 1 ай 2 ай демалуға болады. Витамин D3 тоже өте маңызды, себебі жүктілік кезінде бұл иммунитетті көтереді. Себебі иммунитет білесіздер, ең көп осы витамин D3-дің біздің бүкіл организмде рецепторлары бар. Сол органдардың дұрыс жұмыс жасауына көмектесетін. Әсіресе ең көп бұл біздің иммундық клеткаларды өте көп витамин D3. Сондықтан сіздің иммунитетіңіз жақсы көтерілу үшін, иммунитетіңіз жоғары болу үшін, әсіресе жүктілік кезінде иммунитет төмен болады. Міндетті түрде витамин D3-ді өзіңіздің белгілі бір дәрежесіне қарай жеткіліксіз болатын болса толықтырып отырыңыздар. Витамин D3-дің алыну жолы тоже өте маңызды. Мен өзім ішетін Clear Labs деген фирманың витамин D3-ін ішемін. Если что, сіздерге астына ссылкасын тастап кететін боламын, қай жерден алуға болатын. Егер менің атымнан баратын болсаңыздар, ол жерден арнайы скидкалар ала аласыздар, қыздар. Бұл Clear Labs деген арнайы Америкадан келеді. ақш-та профессиональная добавка. Бұл профессиональная добавка. Бұл аптекадағы арзан витамин D3 емес. Бұның сіңірілуі, яғни биодоступности тоже өте жоғары. Бұл витаминдерді сіздер кез келген жерден таппайсыздар. Арнайы ссылка қойып қоятын боламын. Себебі бұл арнайы өзінің доступы бар, өзінің представительдерінен ғана алуға болады. Себебі бұл Америкадан келеді. Оны көбінесе доступ только осындай нутрициологтарда болады. Сондықтан арнайы ссылка арқылы алсаңыздар болады. Потом, келесі, бұл бізде, енді не обязательно бұл жерден алу. Витамин D3-дің түрлері өте көп қой қазіргі таңда, бірақ аптечный көбінесе рекомендовать ете алмаймын. Почему? Потому что ол жерде дозировкасы өте аз болады көбінесе. 1000 болады, 2000 болады. Ол кезде сіз уже хотя бы емдік доза толықтыратын болсаңыз, сізге күніне 4-5 таблетка уже қиынырақ болады. Әрі жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан осындай арнайы профессиональный добавкаларды ішуге тырысыңыздар. Келесі міндетті витамин, бұл бізде йод, йод. Но менің күйеуімнің ішетін йоды, қазір мен сіздерге көрсетейін. Себебі йод қалқанша безі үшін де өте маңызды. Жалпы йод баланың өсу үшін, іштегі баланың даму үшін өте маңызды. Вот қараңыздар. Мына жерде Life Flow, бұл iHeart'тан алынған йод. Бұл жерде профилактическая доза ішуге болады. Күніне 2-3 капля, бұл 2-3 капля примерно 250 микрограмм болады. Бұл өте маңызды, себебі қараңыздар. Йод кішкентай балаларда, яғни ұрықта, то есть ең бірінші ұрықта 7-8 аптаға дейін, 12 аптаға дейін өзінің қалғанша без жұмыс жасамайтын болғандықтан ол йодты ананың ағзасынан алады. Сол кезде сіздің организміңізде, жүкті анада ол жеткілікті дәрежеде болу керек. Егер ол аз болатын болса, жетіспейтін болса, ертең баланың дамуы баяулайды. Себебі білесіздер, йод жетіспесе әртүрлі қандай аурулар пайда болатын. Кретинизм деген ауру, бойдың өспей қалуы, интеллекттің төмендеуі деген сияқты әртүрлі жағдайларға әкелуі мүмкін. Памяттің нашарлауы деген сияқты. Осының барлығын алдын алу мақсатында сіздер міндетті түрде профилактикалық доза жүктілік кезінде йодты ішу қажетсіздер. Йодтың түрлері өте көп негізі на самом деле. Мысалы, қандай аптечный йодомарин деген бар, йодафол деген бар, йодострим деген бар. Бірақ йодостримнің ол жерде дозировкасы көбірек деп, сондықтан міндетті түрде тек қана дәрігердің тағайындауымен аласыздар. Ал мына жерде жидкий түрі жақсы да, кішкентай балаларға каплямен беруге, балаларға да ішуге болады. Бұл жерде мысалы 2-3 каплясының өзі 150 микрограмм болады, кстати, айтпақшы мен шатастым. Бұл жерде 3-4 капля ішу керек болады, егер профилактикалық дозаны толықтыратын болсаңыздар. Йод міндетті түрде жүкті әйелдерге 12 аптаға дейін міндетті түрде қажет, босанған әйелдерге тоже міндетті, кішкентай балаларға да беруге болады. Мен бірақ бұл жерде көбінесе қазір тек жүктілікке қатысты айтып жатырмын сіздерге. Міндетті түрде ішесіздер, йодты обязательно. Енді келесі, қалған мына жердегі мендегі көптеген витаминдер тұр. Бұлардың бірақ көбісі 100% міндетті емес. Себебі бұл өзінің жаңағындай белгілі бір симптомдарына қарай тағайындалады жүкті әйелдерге. Мысалы витамин С. Бұл жерде витамин С-ның эстер С деген түрі 1000 мг, профилактическая доза, мен өзім қабылдайтын түрі.
Енді бұл кімдерге тағайындалады? Кімде терімен қандай да бір проблема болатын болса, пигментациясы бар қыздар болатын болса, то есть жүкті әйелдері, геморройы бар, мысалы варикозы бар, купероз, сосудисті, яғни қан тамырларына қатысты проблемасы бар қыз-келіншектерге тағайындалады. Себебі витамин С біздің әдемілігіміз үшін маңызды. Себебі почему? Потому что бұл витамин С бізде организмде, мына бетімізде коллаген бар, иә. Коллаген біздің мына шашымыз тұрған белок, чисто коллаген, иә, тұрған. Шашымыз көп түсетін қыз-келіншектерде мысалы, иә, тоже белоктың, коллагеннің дұрыс бөлінуіне көмектеседі. Сонымен қатар қан тамырларының стенкасын, сосудтардың стенкасын жақсартады, иә. Мысалы варикоз кезінде сосудтар слабый болады, геморрой кезінде тоже сосудистый слабый болады. Өткен жүкті әйелдерде бұл жағдайлар жиі кездеседі. Купероз тоже сосудтардың слабый болуынан, иә, соларды жақсарту мақсатында, сосудистый стенканы жақсарту мақсатында осы витамин С тағайындауымызға болады. Бұның дозировкасы тоже әртүрлі. Кстати, еще жүктілік кезінде мысалы гриппен ауырып қалған қыз-келіншектер болатын болса, ОРВИ, острый респираторный вирусный заболевание болатын болса, мысалы насморк, жаңағыдай түшкіру, тамақ ауру, жөтел болатын, енді басталып келе жатқан болатын болса, то есть енді ауырайын деп тұрған уақытта осындай иммунитетті көтеретін витаминдерді сіздер ударный дозада ішетін болсаңыздар, міндетті түрде сіздерге жақсы көмектеседі. Оның схемасын қазір мен сіздерге айтамын. То есть бұлар көрсеткіш бойынша тағайындалады. Сосын мына жерде тоже селен. Селен бұл щитовидканың негізгі жаңағы добавкалар керек, иә. Бұл тоже не бойынша тағайындалады? Көрсеткіш бойынша. У кого щитовидка мен гипотиреозы бар әйелдерге тағайындалады, проблемасы бар қыз-келіншектерге, яғни жүкті әйелдерге. Бұл жерде несі 200 микрограмм. То есть бұны бұл жерде мен көп тоқталмаймын, то есть қыз-келіншектер. Бірақ негізгі витаминдері осы. То есть мына жерде селен, цинк және де йод, осы щитовидканың негізгі добавкалары. Плюс мына жерде есть тиреоген. Бұл жерде пептид щитовидных железы. То есть бұл жерде қалқанша безінің әртүрлі жаңағы то есть гормондарының дұрыс бөлінуіне көмектесетін осы пептидтер. Қазір пептидтер туралы сіздерге айтатын боламын. Енді обязательно жүктілік кезінде еще и магний, иә. Мен мына жерде кальцийді ұмытып кетіппін. Айтпақшы, кальций тоже, бұл бірақ көрсеткіш бойынша ішіледі тоже кальцийді деп. Енді қараңыздар, магнийдің жүктілік кезінде вообще қорқудан қажет жоқ. Почему? Потому что жүктілік кезінде болсын, стресске түскен кезде әйелдің ағзасы магнийді өте көп мөлшерде жоғалтады, быстро жоғалтады, тез жоғалтады. Және де магнийді профилактикалық дозада ішсеңіздер болады жүктілік кезінде міндетті. Даже можно всю беременность. Бірақ енді всю беременность болмаса да жаңағы как бы курспен ішіңіздер. 3 ай ішіңіз, 1 ай демалыңыз, потом 3 ай ішіңіз тағы да, хорошо? Себебі жүктілік кезінде аяқ қолдарды судороги болады, тартылуы мүмкін, сіңірлер. То есть сіңірлер тартылуы мүмкін, жиі стресске белгіш болуы мүмкін, ашуланшақ болуы мүмкін, иә. Қатты сезімтал болуы мүмкін, тітіркенгіш болуы мүмкін жүкті әйелдер. Сондықтан міндетті түрде профилактическая доза жүктілік кезінде ішіңіздер, иә. Ол қалай? Мысалы, профилактикалық доза дегеніміз 10 миллиграмм на килограмм веса есептеп ішесіздер. Мысалы, салмағыңыз 60 килограмм болса, получается сіздің күнде ішетіңіз 600 миллиграмм. Яғни күніне 1 рет түнде ұйықтар алдында ішесіздер. Сол кезде жүктілігіңізде, өзіңізде тыныш боласыздар, қыз-келіншектер. Міндетті түрде обязательно қорықпай іше берсеңіздер болады. Магнийдің түрлері өте көп. Ең жақсы жаңағы успокаивающий түрі бұл бізде магний глицинат. Енді мен бұл жерде магнийді толыққанды сіздерге айтпаймын, просто общий айтып жатырмын, иә, которые нужны для беременных. Енді қараңыздар, магнийдің успокаивающий түрі бұл магний глицинат. Магний цитрат, малат, таурат деген түрлері өте көп. Мысалы, магний цитрат, у кого запоры, сол кезде ішеді, иә. Как бы сондай түрлері көп, бірақ успокаивающий түрлері бұл магний глицинат. Сонымен қатар, что еще есть? Вот цинк.
кстати, цинкті ұмытып кетіп бара жатырмын. Цинк бұл тоже болады жүктілік кезінде ішуге, бірақ көп ішпеңіздер, иә. Мысалы, бір ай ішіп, бір ай демалыңыз, 2 ай ішіп, бір ай демалыңыз. Себебі цинк бұл жерде иммунитетті көтеру үшін өте маңызды, және де у кого гипотиреоз, щитовидная железамен проблемасы бар жүкті әйелдерге тоже маңызды, иә. Цинк пикалинат деген формасы өте жақсы сіңімді қыз-келіншектер. Мен жалпы жеке кейін тоқталатын боламын өзім каналымда дәрумендерге, минералдарға. Пока что сіздерге бұл жалпы общий понятие деп айтсам да болады. Қыз-келіншектер, сонымен қатар тағы да мен бұл жерде ұмытып бара жатқаным лецитин, да. Лецитин кімде жаңағы өт жолдармен проблемасы бар, иә. Сонымен қатар есте сақтау қабілеті нашар жүкті әйелдерге арналған лецитин деген бар. Вообще лецитинді негізі сіздерге мен жерде алып келуді ұмытып кетіппін, үйде қалдырып кеттім. Сондықтан общий айта кетейін. Лецитин жүктілік кезінде ішуге болады, иә. Себебі лецитин не істейді? Өтті сұйылтады. Сонымен қатар біздің клеткаларымыздың сыртын қаптайтын осы лецитин болып табылады. То есть есте сақтау қабілеті жақсы болу үшін мида, иә. Сонымен қатар және де өтті сұйылту мақсатында осы лецитинді тоже ішсеңіздер де болады. Кез келген жаңағы жеке витаминдерге мен сіздерге кейін тағы да тоқталатын боламын. Надеюсь, бүгінгі менің сіздерге айтқан тақырыбым пайдалы болды деген үміттемін. Егер де шынымен пайдалы болса, қыз-келіншектер, осы постқа, то есть видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен, жүкті әйелдермен бөлісіңіздер.